қазаның ортаймай, қазағым тойла той. Тойла халқым тойла, той тойла, жастық оты жайна, кел ойна. Тойла халқым тойла, той тойла, шырқа биле сайра бұл тойда. Алтын той, күміс той, үйлену сүндет той, қуаныш жалғасып, қазағым тойла той. Тойла халқым тойла, той тойла, жастық оты жайна, кел ойна. Тойла халқым тойла, той тойла, шырқа биле сайра бұл тойда. Таусылмас тәтті үн, думанды далам бар, шарықтап шаттығын, қазағым тойлаңдар. Тойла халқым тойла, той тойла, жастық оты жайна, кел ойна. Тойла халқым тойла, той тойла, шырқа биле сайра бұл тойда. Тойла халқым тойла, той тойла, жастық оты жайна, кел ойна. Тойла халқым тойла, той тойла, шырқа биле сайра бұл тойда. Той, той, тойла. Алло, апа, бана, жалқауқан жаққа тамаққан, балаларды қорғау апа, тамақтан, жалқауқан жаққа тамақтан, балаларды қорғау керек, алмай ойын ұйқынан шаттықтан. Ой, молодец. Айтасың ба? Мен сақпағым жаттамайсың. Малика айта алады. Айта алады, Малика айта алады. Айт. Бала бұлар. Оңсын. Нағыз айтсыншы, шынау конечно. Ол білмейді. Ол білмейді. Бәрін сосы біреулер. Балды ұндайды. Сен кем бір жол. Толық жатайын. Заставим сходить тебе. Сабағыңды только без киокқа. Әже, жастан жасқа қосай беріңіз, ешқашан алмаңыз. Үстіт немереңіздің ортасында жүре беріңіз. Ай, бәрекелді, мала. Музыканы өшіріңізші. Заставыңызға тола беріңіз. Аспаныңыз ашық, жұлдызыңыз жарық болсын. Осылай немере шөберелеріңіздің арасында күліп ойнап жүре беріңіз.
100'ge gelip жүгіріп 70'ge gelip жүгіріп 100'ge gelip sekire veririz. Bir taqtaga aytmış. Әжем bir нәрсе деген, ya? Әжем менің әлі де ұқсамайды кәріге деп айтты. Bayrak тұрыңыздар шаман. Onun değerli Özgürge өлгенім, жазады өзіңе, ұлы жадым ертеңім, сөз жазады
болсын деп, Назима апамыздың тойы құтты болсын деп, Нұрболаттың тойы құтты болсын деп, қаттырек бір қол ұрып қояйық шағайын. Оң қанаттағы бірінші дастархан төрінде Нұрболат ұлымыздың нағашылары. Келіңіздер. Нұрболаттың барша нағашылары. Нұрболат ұлымыздың нағашылары. Бірінші дастархан. Әр столдың басында номерация белгіленген. Енді арнайы қуаныштың төрдегі жастар отыратын төрдегі орынға арнайы Омархан көкемізді, Оразымаған көкемізді, және де арнайы Нәзиба анамызды, және арнайы Сағындық көкеміз бен Әсия апамызды төрдегі дастарханға жайғастырғымыз келіп жатыр. Төрдегі арнайы төрт орындық асқарана мен ақ жаулықты аналар сіздерді құрметтеріңізге дастархан төріне жайғастырайын. Аллағай тезіріп жайғасыңыздар. Алтын бастарыңызда ақ дастархан басына көрейін. Ортада тек қызметші қыз жігіттер ғана қалсын. Ал енді келіп жатқан құрметті қонақтар, мен төмен отырдым. Нағашылары деп жайылған ақ дастархан тұғын, бірінші дастархан төрі. Шешілі шертіп жатып тұратын елім, алаш деп қазақ елі ұрандаған. Қайырлы кеш ағайларымыздар, тұлпар ел, дүбір көрсе тұра алмаған. Армысыздар, аман есен, бармысыздар ардағай. Жақсылықтар бас қосуды мақсат тұтып, әкенің асқақтауын деп, ананы жұмақтың кілтін сақтаушы деп қадірлейтін тектердің тамырлы ұрпағы. Баршаңызға бүгінгі ананы ұлықтайтын бес сары тұяқтардың ұрпағынан тараған Бәкіровтер әулетіндегі Назиба апамыздың 75 жастық мерей тойына баршаңызда қош келдіңіздер дейміз. Бүгінде Назиба апамыздан 2 ұл, 7 қыз тәрбиеленіп өсіп, олардан көрмеген 38 немере анасының алдында, әжесінің алдында перзенттік парыздарының өтеуі ретінде дүбірлетіп елге той жасауды өздеріне мақсат тұтыпты. Олай болса, баршаңызды бүгінгі өніп өскен әулеттің ұлы қыздарын той сахнасына қошеметпен шақырайық. Сіздерді қошеметтеріңіз ағайын.
Келеді жыр сыйлағым, гүл сыйлағым, жанымның жайып салып тылсымдар. 75 жылдық мерейтойда анамыздан өлмеген ұрпақтардың білсін барын. Осы әулеттің шырасын сөндірмей отырғаны, қос ұлдың өлікені, серіктейін анамыз, той сахнасына келеді ағайын, ділдадай жан жарымен бірге. 3 ұл, 1 қыз тәрбиелеп, өсіріп отырған бақытты жанұя. Екі ұл, 4 қыздың ата-анасы, бүгінгі тойдың, бүгінгі дастарханның ақ иелері келе жатыр. Жылшып өтіп, қуатты ұл қыздары аман өсіп, немерелері әжесін аялауда мерейтойға жетті деп үлбіретіп, ассақты, тіршіліктің санасуын, таусылмас арман адам баласының, бүгінгі кеш мына той айғақтайды, ана менен ұрпағының жарасымын. Әулет болды, тәңір беріп ұрпақ сүйіп, орда қалды ұл қызы басын иіп, мерейтойдың иесі келе жатыр, ұрпақтардың бәрінен қойған биіктеп, өмірінде балаларым барым, байлығым деп бағалаған ақ жаулықты, алтын құрсақты ана келеді алдарыңызға, мерейтойдың ақ иесі біз келе жатыр. Орымыздан шамалақты ұрып, мінекей, 9 перзентті өсіріп жетілдірген Нәзипадай апамызға деген қошеметті аямаңыздар ағайын.
өздеріңіз байқадыңыздар, Назипадай апамыз залға келе жатқан бетте жеті қызы, екі келіні алдынан шығып бетінен сүйіп, перзенттік парызының бір күндік өтеуі ретінде ғана аналарын құрметтеп жатыр. Десек тағыны, жұмақтың кілті ананың табанының астында десек, бірақ сол ананы ұлықтайтын ұрпағы. Олай болса, бүгінде апамыздың жолын жалғап, осы әулеттің шырағын жағып, отанның басында, қазанның қасында, келіндік инабат ибалығымен өздерінің тәлім тәрбиесін апамызға паш етіп жүрген қос келінді апамыздың алдына шақырамыз. Еңбек бақыт, ұрпаққа болмақтан, еңбекмен талайлары бақыт тапқан, ананы ұлықтау бізге міндет, олар дыра, ол бола бізді тапқан деп. Мінеге енесінің ardına келіп, осы апамыздың жеткен жасына біздің жетейік, бізге ұрпақ осылай жасасын деп, қос келін ізет жасап жатыр. Ал апамыз үлкендік жолымен қолындағы қос күміс білесін, келіндерге осы тойдан жұмысты болсын деп салып жатыр. Қызметтетіп жаназа еңбегімге, еңбегімен биікке өрледімге, зор денсаулық мол бақыт тілейміз біз. Қазыналы 75 жасқа келгенімде, зымырандай зуылдап барады күн, көңілімнің қалауын табамышын. 30 жаста болдыңыз ел анасы, бойға жиған аналар даналығын. Бақ орнасын, әрдайым басыңызға, жас қосылсын, жан апа жасыңызға. Отбасыңызға қуаныш сыйлап талай, амандықпен жетіңіз, жүзге қарай дей отырып, апамыз қошеметпен той төріндегі өзінің мәртебелі ақ дастарханның басына жайғастырамыз. Қошеметтеріңіз ағайын, ал барша ұрпақтарына мархабат тойықты болсын дейміз. Бесары жақтар әлемінде қос той қабат келіп жатқан жай бар. Бүгінгі кеште ел таныған тек дәулеттің сәулетін жайылып отырған той иелеріне Алла Тағала нұрын жаудырсын деп, Нұрболаттай кішкентай перзенттерінің мұсылмандық міндетін өтеп, сүндеттелген үлкен тойының жалғасын таптырмақшымыз. Ақшаңырақтың шаттығы болған, баққысы болып қонған мұсылманның анасына, яғни Нұрболаттың анасы Баянға Алла Тағала ұрпағының өмірін берсін, ғұмырлы етсін, мақсат мұраттарына жетсін деген тілек айтқымыз келеді. Көз қуанышы болған, көңіл жұбанышы болған, сүндеттелген мұсылман Нұрболаттай ұлымызды той сахнасына шақырамыз ағайын. Түсінетін туыстықты туымен, қуанышты ұстағандай қолмен мұсылман боп, міне Нұрболат ұлдарыңыз келеді. Қазағымның дәстүрлі ақ жолымен. Қошеметтеріңіз. Nağaçları bugün taya gelip жатса, енді sarımenен келе жатқан Нұрболаттай бабаларыңызға, ұлдарыңызға қошемет аяңыздар. Hoş geldik Müslüman kılgan olun. Әнекей қыздар түсіріп алыңыздар балапаныңызды. Шырағын жағар ұлысы ата менен ананы, қамшы берем қолына, бата төгемін жолына. Ел билейтін ұлы бол, тек Алланың құлы бол. Атқа мінер тағың болсын, басында биік бағың болсын. Мұсылман болдың балашын, сыйлайтын ата анасын деп отыр. Мінекей Нұрболаттай ұлымызға қамшылатып жатырмыз. Кәдеге Нұрболат қамшылатып қолына ұстап көтерді. Ай бәрекет, қазақтың атқамдер, атысың тарқыштар ұлығымыз дейміз. Үгідей болсын, үлбіреп тұрсын көңілім. Тіл көзден Алла сақтасын, ата-анаң бағып баптасын. Бабалардың сөзі бұл, мұсылмандардың көзі бұл. Үгіт ағып қояйық. Көркіңе балам той ерді. Баламыз тіл көзден аман болсын деп үгіт ағып қойып жатырмыз. Мақтанышы ананың, тілі тәтті баланың, құлыныма періштеп, еркелетіп баланың. 62 тамырды, едір ендер балла, азамат бол мұсылман, сүтін ата ананың дей отырып, Баяндайын анасы Назипа әжесінің бастауымен өз қолмен
теккен тұмарды баламыздың мойнына тағамыз. Ол дегенің шаңырақтың шаттығы, сүндет тілі мұсылманның бақ гүлі. Қазағымның ұлдарымен білінген Алла деген жүрегінің ақысы деген ниетпен біз табанның астында құрмет күміс кілемшесін тастап жатырмыз. Және өмір сапарында ұлымыздың жолында тек достар арасында, дұшпандары аяқ астында болсын деп аңның терлерін тастай отырамыз. Ал енді баламыздың жолына 3 түрлі шашу шашпақшымыз. Бұл бірінші біздің баламыз балалықпен қоштасып жатыр. Сондықтан балалық шағының тәтті кезеңдері біздің Нұрболаттың есінде мәңгілікке қалмай дейміз. Бақытты балалығы болсын.